Жекешелендірудің екінші толқыны барынша ашық өтуі тиіс. Осы талапты ұстанған Ұлттық кәсіпкерлер палатасы үкіметке парламенттік бақылау комиссиясын құру туралы ұсыныс білдірді. Бұл туралы палата төралқасының мүшесі Азат Перуашев мәлімдеді. Мәселе Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл кеңесінің отырысында талқыланды. Азат Перуашевтың айтуынша, мемлекеттік нысандарды сатып алу процесі көлеңкелі түрде өтіп жатыр. Бұлай жалғасса, маңызды нысандар ұстағанның қолында кетеді. Ал Қаржы министрлігі олардың иелері туралы ақпаратты коммерциялық құпияға жатқызып, жариялауға асықпай отыр, дейді Перуашев. Қай объект, қай бағасымен, қандай шарттармен жеке меншікке көшкен деген айтуға болады. Ал бірақ кімнің қолына түскен деген бұл құпиялық деп отыр. Біздің ойымызша бұл дұрыс емес. Себебі егер бұл объектілері бір басшылардың туыстарына немесе балалардың қолына түссе, әрине бұл заңсыздық. Бұл меншік жеке компания арасындағы келім қатынас емес, бұл деген халықтың меншігі және жеке бизнестің арасындағы қарым-қатынас. Сол себептен оны ашық түрде өткізуді біз талап етіп отырмыз. Жекешелендірудің ашықтығын бақылайтын парламенттік комиссияны құру мәселесі бір айдың ішінде шешіліп қалуы мүмкін. Азат Перуашев оған мәжілістегі барлық фракциялардың өкілдері атсалысуы керек деп санайды. Сонымен қатар жекешелендіруді өткізу тәртібіне де өзгерістер енгізу керек деген ойын жасырмады.